Ассаламу алейкум, құрметті достар. Қазір біреулер Теміртау қаласына орналасқан ArcelorMittal компаниясы тек зиян келтіреді деп жазады. Қарастырайық, бұл рас па, әлде жоқ па? Мен өзім Теміртау қаласында дүниеге келдім. Менің әкемім Дәулбек Нариман Қалыбекұлы белгілі металлург, ғалым, профессор. Осы зауыттың металлургиялық илемдеу жабдықтарын әзірлеуге қатысты. ArcelorMittalға дейін бұл зауыт Қармет комбинат деп аталған. Британдық металлургиялық халықаралық компания ArcelorMittal келгенге дейін зауытты не болған? Қандай жағдай болды? Мына қарастырайық. Мына 6 жылдың ішінде Қармет комбинат зауытында 6 директор ауысты. Арнайы құрылған комиссия 300 миллион доллардан ұрланғанын анықталды. 1992 жылы зауыттың бас директоры Александр Свечинский өлтірді. Прям на зауыт ішінде атылды. Қармет комбинат зауытында жұмысшыларға бірнеше ай бойы жалақы төленбеген. Өнімдер қоймалардан ұрланған. Зауыт жұмысын тоқтатты. Ал 1995 жылы зауытқа британдық халықаралық ArcelorMittal металлургиялық компаниясы келді. Бірінші кезде ол Испат Қармет деп аталған, одан кейін ArcelorMittal аты берген. Ол кезде зауыттағы жағдай қиын болды. Зауыттағы жабдық ескерген. Қармет комбинаты қала құраушы кәсіпорын болды. Сондықтан зауыт қиындықтарға тап болған кезде Теміртау қаласында бірнеше жыл бойы жарық жылы болмаған. Теміртау қаласы жойылып, адамдар қаладан кетіп қалған. Бірақ келген ArcelorMittal жылу және жарық жүйесін жөндеуге өз қаражатынан 2,5 миллиард долларын инвестиция алады. Жылу, жарық, су пайда болды. Қала өмірге келе бастады. Адамдар қайтып келе бастады. ArcelorMittal зауыт үшін тағы не істеді? Металды мырыштау цехы салынды. Металл мырыштың жұқа қабатымен жабылады. Сондықтан металл тот баспайды. ArcelorMittal металды полимерлі бояу цехын салды. Бұрын мұндай нәрсе болған емес. Бірақ ең бастысы, мен ойымша, ArcelorMittal компаниясы зауытынан енгізілді. Бұл не істеді олар? Бұл үздіксіз болат сталь құю цехын салды олар. Бұрын болат сталь шыны аяқтарға құйылған, содан кейін айналдыру цехына жіберілген. Ал ArcelorMittal компаниясы айналдыру цехынсыз жасады. Металл үздіксіз құйылады. Бұл заманауи әлемдік технологиялар. Мамандар, металлург мамандар біледі, сол үшін айтып отырмын ғой. Шойын өндіру үшін кокс батареялары қажет. Олар көмірден кокс жасайды. Бұрын ескі батареялар болған. Компания ArcelorMittal жаңа кокс батареяларын жасады және зиянды шығарындылар әлдеқайда аз болды. Мысалы, батарея өте қымбат, айтпақшы. ArcelorMittal компаниясы зауытты цифрландырды. Бельгияда 100-ден астам Европалық IT мамандар зауытта цифрландырды. Айтпақшы, ең мықты, Европаның ең мықты IT мамандары жасады жүйесі. Компания Кармию корпусын, Теміртау қаласында спорт кешенін, теннис орталығын салды. Осы компания Arcelor. Қарағанды қаласындағы Шахтер стадионын жөндеді. ArcelorMittal компаниясы комбинат үшін тағы көп нәрсе жасады, істеді. Бірақ уақыт жетпейді, мен айта алмаймын, мен қазір сразу.
ArcelorMittal компаниясы өз өнімдерін Қытай Халық Республикаға, Европалық одаққа, ақш-қа, Иранға және басқа да көптеген елдерге экспорттайды. Компания тек алғашқы 10 жылда зауыт өндірісін жаңғыртуға 1,5 миллиард доллардан астам қаражат салды. ArcelorMittal болат өндірісін 1996 жылға 3,1 миллион тоннадан 2004 жылғы жылы 5,1 миллион тоннаға дейін ұлғайтты. Ал дайын прокат өндірісін 1996 жылғы 2,2 миллион тоннадан 3,9 миллион тоннаға дейін ұлғайтты. Кеңес заманында көмір шахталары зауыттан бөлек басқарылды. Бірақ ArcelorMittal компаниясынан шахталарды басқаруға алуды сұрады. Енді бұл шахталар компанияға көптеген қиындықтар әкеледі. Бұл ArcelorMittal металлургиялық компаниясы үшін бейінді бақыт емес. Қазақстаннан дайын өнімді экспорттау өте қиын. Сондықтан бізде теңіз жоқ, теңізде арқылы жақсы экспорттау, бірақ бізде теңіз жоқ, ештеме жоқ, мұхит жоқ. Сондықтан ArcelorMittal өнімдерін шетелдік порттар арқылы экспорттау қажет. Сондықтан өнімнің өзіндік құны артады. Бай елдерде темір зауыттары жабылады қазір. Өйткені жұмысшылардың жалақысы жоғары. Қазақстан олармен бәсекеге түсе алады. Өйткені біздің жалақымыз төменірек және тауардың өзіндік құны төмен. Металлургия зауыттарында жылына 5% жұмысқа амортизация бар. Яғни бұл зауыт 20-30 жылға жұмысқа есептеген. Бірақ ол зауыт 60 жылдан астам жұмыс істейді. ArcelorMittal компаниясы зауытқа келгенде, зауыт өз ресурсын әзірледі. Зауыт тиімсіз болды. Сондықтан ArcelorMittal компаниясына осы зауытпен жұмыс істегені үшін алғыс айту керекпіз. Комбинатта бірнеше ондаған мың қазақстандық жұмысқа орналасты. Теміртау қаласында 200 мыңнан астам адам тұрады. Қала осы зауыттың арқасында өмір сүреді. Шетелдік инвесторларды бақылау қажет. Экология үшін біз күресу керекпіз, қажетпіз. Мысалы, домна пештеріндегі заманауи зауыттарында әлемде шойын енді балқымайды. Бірақ шетелдік инвесторларды Қазақстаннан қуып шығаруға болмайды. Керісінше, шетелдік инвесторларға инвестициялау және жұмыс істеу мүмкіндігін жасау керек. Себебі олар Қазақстанда жұмыс орындарын құрып, заманауи технологиялар әкелінеді. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.